Papa, skoro Аянның туған күні емес па? Бір әңгіме айтып берсеңізші. Бір қызық әңгіме бар. Аякеңнің бұрын бір көк москвич болатын, көк москвич. АЗЛК. Мен әкемде 412, Аякең бертін, одан кейін көк москвич алған. 21-40 деген АЗЛК. Соны алған кезде бірге қараған сияқты едік, бәрі жақсы болатын, тамаша. Соның күндердің бір күні есік алдында Аякең багажнигін ашып, багажниктің поликтар болады ғой, соның бәрін алып, соның астынан не көреді? Шірік көреді, шірік, тесік. Содан кейін үйге кіріп, сварщик, дядя Володя деген сварщик болатын, соған звондайды. Бір қолында телефон былай. Содан кейін на қолымды ұстап алған. Я, Володя, у меня в багажнике вот такая дырка, вот, или вот такая дырка деп. Бірінші былай көрсетеді, одан кейін үлкейтіп, вот такая дырка деп айтқан бір күлкілі несі бар, жағдай болатын сол. Өзі көріп тұрған қандай екен. Ана сварщик түсінбейді қандай, вот такая деп қолын көрсетеді, өз қолын көрсетеді. Ол кезде мынандай телефон жоқ қой, ана видеоны сондай қызық болған бір. Айта берсең көп қой қызықтары. Ал енді Аякеңнің туған күні келе жатыр. Бір әңгіме айтып берейін. Мен студенттік шағым студент болып бітіріп оқуды. Содан кейін бір вечер болу керек болды да. Выпускной. Балалар жиналды. Содан кейін маған адресті айтты. Соны асығып жүргім. Аян мен Мақсат деген жездем. Қазір Германияда тұрады. Екеуі жүр апарып тастайын деп алып кетті мені. Соны машинамен келе жатырмыз, қай жақта дейді. Межесі 3-ші кварталда жер үйде болу керек деп айттым. Өзім болған емеспін, содан кейін әлгі адресті іздеп бара жатырмыз, үшеуміз. Мен артта отырмын, алдыда Мақсат, рөлде Аян ағамыз. Содан кейін бір қызық болды осы жағдайда. Әлгі адресті таба алмай жүрміз, бір уақытта бір қыз кетіп бара жатыр екен, жас орыстың қызы. Содан әлгі адресті сұрадық. Содан Аякең: девушка, можно на вас 5 минут деді. Содан Мақсат екеуміз күліп жатырмыз. Содан ана қыз шынды ғой деймін, келді. Содан где улица Белоножка дейді. Белоножка 4 нам надо дейді. Содан ана қыз түсіндіріп берді, сөйтіп. Әлгі адресті тауып алдық, мені апарып тастады. Сонда Мақсат айтады: можно на вас 5 минут емес, можно вас на 5 минут деп айтпайсың ба дейді. Айтады, соған Мақсат екеуміз күлдік. Енді Аякеңнің айтатын ондай қызық жағдайлар көп. Негізі Аякеңмен екеуміз атаның балаларымыз ғой. Содан кейін көп араластық, ауылда бірге тұрғанда көп араластық. Мен қасында алып жүретін. Біздің мына Тоқтаровтар әулетінде бір ақылдасатын шаруа болған жағдайларда марқұм әкеміз Мұтын ең бірінші мені жұмсайтын Аянға. Осындай бір ақылдасатын шаруа бар, Аякең айтты. Сонан мен Аянға сол шаруа жөнінде айтам. Оған Аякең жауап бере қоймайды. Сонан бір 3-4 күннен кейін, бір аптадан кейін жауабын беріп жатады. Оны кеп әкеме айтам. Сондай бір қарым-қатынас болатын. Қазір соны ойлайым. Аякең енді үлкен әкеміз мен үлкен анамыздың қолында тәрбиеленгендіктен қара шаңырақтың иесі деп алдын ала Аян бұл шаруа жөнінде не ойлайды деп меңзеп, соны ескертіп, Аянның көз қарасын біліп алғысы келеді ау деп ойлаймын қазір соны. Мүмкін. Содан кейін Аянның жауабын Мүкеңе айтып, Мүкеңнің жауабын Аянға айтып, екеуінің ортасында делдал болып жүруші едім. Негізінде әкеміз енді бетің бар, жүзің бар демей, бетке тік айтатын адам еді. Сонда да сол Аянға сондай құрмет көрсетіп, сөйтіп барып сөйлесіп жетті. Ұлан ағамыз айтып кеткендей, Аян бауырымыз Тоқтаровтар әулетінде орны ерекше жан. Ол атамыз бен апамыз қолында өсіп, қарашаңырақтың иесі атанғандықтан біз әрдайым оған айрықша құрметпен қарап, өзімізден 1-2 саты жоғары есептейміз.
тіпті кей сәттерде әкеміздің бауырындай қабылдап, ақылына сүйеніп өстік. Аянды көп адам салмақты, сабырлы азамат деп біледі. Бірақ мен оның бала кезіндегі шынайы қылықтарын, ақ көңіл мінезін жақсы білемін. 60 жас жай ғана сан мен үшін. Аян әрқашан сол бала кезіндегі жанымда еркелеп жүретін бауырым болып қала береді.